Қайырлы күн. Ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп өндірісі мен қызмет саласының орналасу ерекшелігіне тоқталайық. Енді біз оларды жеке қарастырайық. Бірінші, яғни біз ауыл шаруашылығы бойынша қарастырайық. Ауыл шаруашылық саласы. Ауыл шаруашылық саласын орналастырудың факторлары және олардың ерекшелігі неде екен? Жалпы ауыл шаруашылық саласының дамуына мынандай факторлар әсер етеді екен. Олар табиғи климаттық, екінші ол әлеуметтік, үшінші ол өндірістік. Яғни осы факторлар арқылы ауыл шаруашылығы ұзақ тарихи уақыт аралығында қалыптасып дамып отырды. Жалпы ауыл шаруашылығын біз климатқа тәуелді шаруашылық деп айтып келдік. Яғни ауыл шаруашылығында табиғи ресурстық факторларға тәуелді болған. Қандай факторлар? Мысалы, вегетациялық кезеңнің ұзақтығы, яғни өсімдіктердің өсіп-өну кезеңі. Екіншіден, өсімдіктің өсіп-өнуіне мүмкіндік беретін плюс 10 градус Цельсий температураның жоғары жиынтығы, яғни. Үшіншіден, жылдық жауын-шашын мөлшері және оның түсу мерзімі. Төртіншіден, топырақтың механикалық құрамы мен құнарлығы. Міне, яғни осындай табиғи ресурстарға ауыл шаруашылығы тәуелді болған. Ал қазіргі уақытта ғылым мен техниканың дамуына байланысты климаттық жағдайға тәуелділік кеміді деп айтсақ болады. Себебі көпшілік бөлігі шөлде орналасқан Сауд Арабиясында бидай өнімі өзінің ішкі жағдайын қамтамасыз ете алады сұранысты және бидайды экспортқа шығарады екен. Бұл ауыл шаруашылығының ерекшелігі деп айтсақ болады. Екінші фактор, екінші өнеркәсіп немесе бұл өнеркәсіп саласы бойынша орналасу факторының ерекшелігі. Өнеркәсіп. Жалпы өнеркәсіпте құрылымы, ұйымдасуы, орналасу жөнінен бұл өте күрделі жүйе. Оның құрамы, салалық құрамы да өте күрделі. Өнеркәсіп салалары, өнеркәсіп және саласы, яғни қандай факторларды қажет етеді? Ол қаржыны, ғылымды, энергияны өте көп қажет етеді. Суды, қазір оларды жіктеп өтсек болады, шикізатты, кез келген өнеркәсіп болар. Еңбекті, біз өткен сабақтарда еңбек ресурсы туралы айтқанбыз. Міне, осының барлығын әртүрлі өнеркәсіп, әртүрлі деңгейде қажет етеді екен. Мысалы, айтатын болсақ, шикізатты дейді, немесе энергияны айтайық. Энергияны пайдалануда біз түсті металлургия өнеркәсібі жалпы шикізатқа қарай негізделеді деп айтамыз. Ал енді, мысалы, түсті металл алюминийдің 1 тонна алюминийді өндіру үшін 18.000 киловатт сағат энергия қажет дейді. Ал энергияны біз арзан су электр станцияларынан аламыз. Яғни шикізат көзіне емес, түсті металлургия, яғни оны өңдейтін ары қарай өзіне керек қажет шикізатты алады екен, энергияны. Бұл алюминийға байланысты. Мысалы, алюминийді өндіргенде оның құрамында басқа металлдардың 40-60%-ға дейін болады екен. Таза алюминий болмайды. Сондықтан оны кешенді өндіруді қажет етеді екен. Ал енді экологиялық факторларға тоқталатын болсақ, жалпы Батыс Европа елдері өзіндегі шикізатты емес, сырттан алатын, яғни шикізаттарды импорттап өнеркәсібін дамытады екен. Ол сол жердің, яғни қоршаған ортасына ықпалы зор деген сөз. Немесе жаңағы өнеркәсіптердің көбі сырттан келетін болғандықтан, олардың көбі теңіз жағалауына орналасады екен. Бұл өнеркәсіп саласын ұйымдастыруда экологиялық факторға мысал деп айтсақ болады. Отын энергетикалық ресурстар.
Бұлар шикізатпен қатар өндіріске арналған жеңіл металл алу үшін көп мөлшерде энергияны қажет етеді деп айттық, иә? Яғни тек қана бір факторға қарай негізделіп емес, олар өздеріне қолайлы жағдайды жасайды екен. Яғни ғылымды қажет етеді, яғни ол өте ірі қалаларда болса ғылымды қажет етеді, және ол жерде арзан энергия көзі болса, немесе еңбекті көп қажет ететін сала болуы мүмкін, иә? Тек бір факторға негізделмейді екен. Үшінші біздегі сала, сіздер жақсы білесіздер, ол қызмет көрсету. Қызмет көрсету. Бұл салада біз айттық, қандай денсаулық сақтау, білім беру, я қызмет көрсетуде туризм, инфрақұрылымның бәрін біз қызмет көрсетуге жатқызамыз. Ал енді қызмет көрсету саласын орналастыруда қызмет түріне байланысты әртүрлі факторлар әсер етеді екен. Яғни біз білетін факторлардың бәрін жіктеп шығуға болады. Әрине, қызмет көрсетуде бірінші фактор ол тұтынушы факторы. Екінші фактор ол табиғи ресурстық фактор әсер етеді, иә? Үшінші фактор міндетті түрде экономикалық, географиялық жағдай, еңбек ресурсы. Және қандай факторларды айттық біз? Экологиялық фактор, адам бар жерде, қызмет бар жерде, бұл фактор міндетті түрде жүзеге асады. Яғни қызмет көрсетуде біз алдыңғы сабақта өткен барлық факторлар жүзеге асады деп айтсақ болады. Енді қызмет көрсетуде тұтынушы факторы негізгі рөл деп айттық, иә? Немесе туризмде табиғи ресурстық, немесе рекреациялық ресурстардың маңызы өте зор. Өйткені біз рекреациялық ресурс бар аймақтарда туризмді жақсы дамыта аламыз. Мысалы, Шығыс Қазақстандағы Рахман бұлағында, иә, кремнийлі су, жоғарғы температура, біз ол жерге туризмді дамыта аламыз. Немесе жаңағы Қазақстанда кездесетін әртүрлі минералды сулар, міне бұлардың бәрі рекреациялық ресурстар, біз ол жерге туризмді дамыта аламыз. Ал ол жерде тұтынушы міндетті түрде бар деген сөз. Бүгінгі сабақ түсінікті болса, тағы бір қорытынды жасап өтейік, иә? Яғни бүгін біз жалпы шаруашылық салаларының 3 саласы бойынша, ол ауыл шаруашылығы, өнеркәсіп саласы, қызмет көрсету саласы бойынша орналасу факторлары және оның ерекшеліктеріне тоқталдық. Сабақ түсінікті болса, сіздермен қоштасамын, келесі кездескенше.